Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдаудың қатысушылары. Қазақстан Республика экологиялық кодексінің 96 бабының ерекшеліктеріне сәйкес Шығыс керуенші кен орнында нөмірі 29, 30, 32, 33 ұңғымалар жайғастыру, 4-ші санаттағы автожолдар құрылысы жұмыс жобасының қоршаған ортаны қорғау бөлімі жобасы бойынша ықтимал әсерлер туралы бойынша қоғамдық тыңдаулар ұйымдастырылды. 2021 жылғы 3 тамыздағы нөмірі 286 бұйрықпен бекітілген қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 23 тармағын басшылыққа ала отырып, мен Бекетов Жарық Астанұлы, жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде бүгінгі тыңдаудың төрағасы боламын. Тыңдаулар төрайымының құқықтарында ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдауларды ашық деп бере аламын. Бұл ретте қағидалардың барлық талаптарын сақтай отырып, белсенді қатысуларын сұраймын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу үшін бізге қатысушылардың арасынан хатшыны таңдау қажет. Есенина Анастасия, B+ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі инженер экологиялық қоғамдық тыңдаушының хатшысы ретінде сайлауды ұсынамын. Егер қарсылықтарыңыз жоқ болса, қолдаймын, қарсымын, қалды деп дауыс беруіңізді сұраймын. Қарсылықтарыңыз жоқ. Осылайша көпшілік дауыспен Есенина Анастасия қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде таңдап алынды. Бүгінгі жиналысқа жобаға қатысты жоба жетекшілері мен ұйымдардың мамандары және мүдделі органдардың өкілдері Zoom конференциясы арқылы қатысуда. Сонымен қатар қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар регламентін сіздің назарларыңызға жеткіземін. 3.3.20 кіріспе сөз, 3.20, 3.25 кешіріңіздер былай айтайын. 15.20 кіріспе сөз, 15.20, 15.25 қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есепті баяндама, 15.35, 15.45 сұрақтар мен жауаптар сессиясы, 15.45, 16.00 қоғамдық қорытынды жасау, қоғамдық тыңдаулардың жабылуы. Аталған регламентке дауыс берулерін және бекітулерін сұраймын. Қолдаймын, қарсымын, қалыс қаламын. Қолдаймыз. Бейне және фото түсіріліп жүргізіліп жатқанын естеріңізге саламын. Баяндама аяқталғаннан кейін сұрақтарыңызды қоюларыңызды сұраймын. Барлық ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына енгізілетін болады. Алайда қоғамдық тыңдаулар тұрғысынан сұрақтар қоюларыңызды сұраймын. Сөз сөйлеушілерді бөлмеуді, сыпайы болуды, іс-шараның барлық қатысушыларына сөйлеуге мүмкіндік беруді өтініп сұраймын. Сұрақтарды қоймас бұрын өзіңізді таныстырып және өкілдік ететін ұйымның атауын, лауазымдарыңызды айтуды сұраймын. Сөз кездегі қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есепті әзірлеуші өкіл баяндамашы Бекенова Ақерке Орынбекқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Мен Бекенова Ақерке Орынбекқызы. Бүгін сіздерге Шығыс керуенші кен орнындағы номері 29, 30, 32, 33 ұңғымаларды жайғастыру және 4-ші санаттағы автожолдар құрылысы жұмыс жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі жұмыс жобасы бойынша қоршаған ортаға әсерін бағалау жөніндегі есеп таныстыратын боламын. Қоғамдық тыңдаулардың мәні: жұмыс жобасын әзірлеудің мақсаты ұңғымалардың сағаларын кірме автомобиль жолдары мен ұңғымалардан іргес елу жер үсті резервуарларына дейін түсіру желілерін салатын бұрылыс алаңдарымен жабдықтау. Сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау бөлімі кәсіпорын аумағындағы табиғи ортаның қазіргі жай-күйін зерделеу, табиғи ортаның құрамдас бөліктеріндегі өзгерістердің негізгі бағыттарын және олардың әлеуметтік салада туындайтын салдарын айқындау және жобаға енгізілуі және қоршаған ортаны қорғауға бағытталуы тиіс іс-шаралар құрамы бойынша ұсынымдар әзірлеу болып табылады. Бұдан кейін Шығыс керуенші жер орнындағы
жер қойнауы учаскесінің геологиялық бөлу картограммасы, жұмыс ауданының шолу сызбасы көрсетілген. Қызметкерлермен және жұмыс режимі туралы: құрылыс алаңында 20 адам жұмыс жасайды. Жобаланған жұмыстардың ұзақтығы 7 ай. Мұнай жинау қызметтері мен бөлімшелердің әкімшілік шаруашылық басқаруды Кор мұнай компаниясы акционерлік қоғамы жүзеге асырады. Жұмыс режимі тәулік бойы қабылданды және қызмет көрсетуші персонал жұмысының вахталық әдісі есебінен ауысыммен қамтамасыз етіледі. Жобада штаттық персоналды ұлғайту көзделмейді. Құрылыс жұмыстары және пайдалану кезеңдерінде жұмыс жобасының атмосфералық ауаға әсерін бағалау. Құрылыс жұмыстары кезеңінде 15 стационарлық көздер анықталды, оның 6-ы ұйымдастырылған және 9-ы ұйымдастырылмаған. Және жобаланған жұмыстарды іске асыру кезеңінде 40 стационарлық көздер анықталды, оның 12-сі ұйымдастырылған және 28-і ұйымдастырылмаған. Олар атмосфераның ластану деңгейін талдау: құрылыс кезеңінде жердегі концентрациялар атмосфералық ауаның стандартты сапа критерийлерінен төмен мәндерге ие болатындығын және санитарлық қорғау аймағының шекарасында шекті рұқсат етілген концентрацияның аз болатындығын көрсетті. Одан кейін құрылыс кезеңінде және пайдалану кезеңдерінде ластаушы заттардың шығарындылары процентпен көрсетілген. Одан кейін құрылыс кезеңінде суды тұтыну және суды бұру. Өндірістік қажеттіліктерге ауыз су пайдаланылмайды. Ағынды суларды ағызу жер үсті су объектілеріне жүзеге асырылмайды және суды ұтымды пайдалану жер үсті және жер асты суларына әсері болжанбайды. Құрылыс монтаждау кезеңдерінде қалдықтарды жинау. Объектіні пайдалану кезінде пайда болған өндірістік қалдықтарды мамандандырылған бөгде ұйымдарға беру. Уақытша сақтауға арналған арнайы контейнерлерді сатып алу. Қалдықтарды уақытша жинақтау үшін ыдысты таңбалауды жүзеге асыру. Қалдықтармен жұмыс істеу бойынша жауаптыларды тағайындау. Өндіріс және тұтыну қалдықтарының түзілуін, әкетілуін, залалсыздандыруын және кәдеге жаратылуын есепке алуды енгізу. Және мұнай кәсіпшілігі объектілерінің аумағында уақытылы тазалауды жүргізу. Қызметкерлер мен қалдықтарды жабдықталмаған орындарда рұқсат орналастыруға жол бермеу туралы нұсқама жүргізу және жауапты тұлғаларды бекіту. Аталған іс-шараларды пайдаланған кезде қоршаған ортаға зиянды әсерін азайту мүмкіндігі зор болып табылады. Пайдалану кезеңіндегі ластаушы заттардың шығарындылары және жобаның қоршаған ортаға кері әсерін азайту шаралары. Құрылыс монтаж жұмыстары кезеңінде негізгі шаралар: шаңды басу үшін құрылыс алаңында жолдарға су шашу, шаң шығаратын материалдарды брезентпен немесе басқа да жабындармен тасымалдау, жұмыс істеп тұрған құрылыс техникасының қозғалтқыштарын дұрыс реттеп, жанармай қалдықтарын барынша азайту, кәріз суларын жинау және арнайы ұйымдармен келісімшарт бойынша оларды қауіпсіз түрде шығару, топыраққа жанар-жағармай материалдарының түсуіне жол бермеу, техниканы арнайы орындарда ғана жанармаймен толтыру және жөндеу, жасыл желектерді негізсіз кесуге жол бермеу, құрылыс қалдықтары мен тұрмыстық қалдықтарды арнайы контейнерлерде жинақтау, өндірістік қалдықтарды дер кезінде шығару. Осы шараларды сақтау құрылыс монтаж жұмыстарының кезеңінде қоршаған ортаға әсерді барынша азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар нысан орналасқан ауданда және оған іргелес аумақтарда қорықтар, мұражайлар, сәулет ескерткіштері. Бұл объект үшін атмосфералық ауаның арнайы сапа талаптары талап етілмейді. Топыраққа, өсімдіктерге және жануарлар әлеміне әсерін бағалау. Өсімдіктер мен жануарлар әлемінің популяциясының өзгеруі болжанбайды. Негізгі көші-қон жолдарына жобаланатын объекті тыс орналасқан. Жоспарланған іс-шаралар құстар мен жануарлардың көші-қон белсенділігіне әсер етпейді. Топырақ қасиеттерінің өзгеруі күтілмейді және топырақ аралық қасиеттерін сақтайтын болады. Өсімдіктер мен жануарлар әлемінің өкілдерінің генетикалық қорына әсері жоқ. Осы жоғарыда келтірілген материалдар негізінде келесі қорытындыларды жасауға болады. Құрылыс жұмыстары және пайдалану кезеңінде атмосфералық ауаға әсер ету рұқсат етілген деп бағалау нәтижелері бойынша нысанның құрылысы кезеңінде қоршаған ортаға әсері шамалы болады және экожүйеге елеулі өзгерістер әкелмейді. Пайдалану кезеңіндегі әсерде орташа деңгейде және экожүйеге қайтымсыз өзгерістер туғызбайды. Жер асты және жер үсті суларының ласталуына әсер етпейді. Құрылыс объектісінің әсер ету шегіндегі топыраққа әсері рұқсат етілген деп бағаланады. Биологиялық жүйеге әсер ету рұқсат етілген деп бағаланады және өсімдіктер мен жануарлар әлемінің қолданыстағы түрлік құрамының өзгеруіне әкелмейді.
Әлеуметтік экономикалық аспектілерге әсері жергілікті экономика үшін және жергілікті халықты жұмысқа орналастыру үшін оң деп бағаланады. Қолданылатын заманауи технологияларды ескере отырып, жобаны іске асыру қоршаған ортаға әсері минималды деңгейде болады. Қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша нысанның құрылысы мен пайдалануға берілуі елеулі экологиялық зардаптар әкелмейді. Рұқсат етілген шығарылған нормативтердің жобасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы табиғатты қорғау заңнамасының талаптарына сәйкес қоршаған ортаға теріс әсерді қысқарту мақсатында орындалды. Осы жобада технологиялық процестердің қоршаған ортаға компоненттеріне әсері қарастырылып бағаланатын болады. Жүргізілген жұмыстарды талдау көрсеткенде осы объектінің өндірістік қызметі кезінде теріс әсер тек аумақтық атмосфералық ауасына ғана әсер етеді. Кәсіпорынның топыраққа, өсімдіктерге және жануарлар әлеміне әсері шамалы. Бұл компоненттер объектінің физикалық болуы және жердің бұзылуы айтарлықтай әсер етеді. Ұсынылатын іс-шараларды іске асыру кезінде кәсіпорынның қоршаған орта компоненттеріне теріс әсері азайтылады. Қоршаған ортаға әсер ету жергілікті болып бағаланады және табиғатты қорғау шараларымен, төлемдермен және жерді қалпына келтірумен өтелетін болады. Тұтастай алғанда, болжамды жұмыстар ауданында қоршаған ортаға әсерді бағалау, құрылыс және пайдалану жұмыстарының салдарына ұсынылған табиғатты қорғау шараларын сақтаған кезде соншалықты маңызды болмайтындығын көрсетті. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылы 3 тамыздағы номері 286 бұйрығына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу ережесіне сәйкес ұйымдастырылды. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Жоба бойынша ұсыныстар, сұрақтар, түсініктемелеріңіз болса, түсініктемелеріңіз бар болса, соларды ұсынылатын ұйымның атауын, өкілдің тегін, аты және әкесінің атын, лауазымын көрсете отырып қоя аласыз. Осы жоба бойынша сұрақтарыңыз болса. Департамент экологии сұрақтарыңыз бар ма? Нас слышно? Департамент экологии нас слышно? Да, слышно. Вопросы есть у вас по докладу? Нет. Спасибо. Жоқ қой сұрақтарыңыз? Тиісті сұрақтар, ұсыныстар, ескертулеріңіз бар па? Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, бүгінгі қоғамдық тыңдауды өткізілді деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдауларды жабық деп жариялаймын. Уақыт тауып белсенді қатысқандар үшін рахмет. Аман саулықта болайық. Жақсы, рахмет.